бұрын-соңды кездестірген емеспіз. Вице-премьер өңірлерде шегірткенің көбеюіне қатысты пікір білдірді. Түркістан облысы әкімдігінің ақпараты бойынша қосымша өңдеу 70 бірлік жүрісті техникасының көмегімен жүргізіліп жатыр. Оған қоса қосымша 4 ұшақ келген. Қазіргі уақытта барлық қажетті техника көкөніс бақша дақылдары алқаптарының айналысында шоғырланған. Бүгінгі таңда егістікке зиян келген жоқ. Ал Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданында шегіртке дәнесілдері көбейе бастаған. Біз биылғыдай шегірткенің таралу аймағын бұрын-соңды кездестірген емеспіз. Біз оның таралуының ықтимал салдарын жете бағалаймыз. Мемлекеттік инспекция комитетіне барлық рәсімдік мәселелерді дереу аяқтауды және барлық қажетті техниканы ақталған өңірлерге жіберуді тапсырамын. Қарбалас уақытта біз штаб отырысын аптасына 2 рет өткіземіз, деп түйіндеді Серік Жұманғарин. Шегірткеден қорыққан егін екпес деген сөз бар. Десе де биыл қанатты жәндіктің сусы басым. Африка құрлығы мен Оңтүстік Азияда қаптап, қалың шегіртке егістікті отап, азық-түлік қауіпсіздігіне нұсқан келтіруде. Ғалымдар мұны ширек ғасыр ішіндегі алапат шабуыл деп бағалап отыр. Айдаладағы Африкадағы жағдайдың бізге қандай қатысы бар дерсіз? Рас, қара құрлықтағы зиянкес бізге келмесе де, жыл сайын орталық Азия мен Ресейдің егістік алқабын көктеп өтетін жергілікті жәндіктен келетін зиянның өзі жеткілікті. Оның үстіне шегіртке бір күнде 200 шақырымға дейін ұшып бара алатын қабілетке ие. Мәселен, 2019 жылдың басында Йеменде, Сауд Арабиясы мен Иранда байқалған жәндік тез көбейіп, жыл соңына қарай Африканың шығысына жетіп үлгерген. Ал екі құрлықтың ортасында ені 203 шақырымдық Қызыл теңіз жатқаны белгілі. 2003-2005 жылдары үйірлі шегіртке Батыс Африкадағы егістік алқаптарын жалмап, $2,5 миллиард өнімін құртап кеткен. Яғни бұл жолғысы қалың тобымен қайта оралған беті деуге де болатындай. Табиғатта шегіртке жәндігі үйірлі және саяқ деп екі түрге бөлінеді. Ыршып жүріп ән салатын саяқ түрінен аса қауіпі жоқ. Әйтсе де тұтаса ұшып қаптап қонатын үйірлі шегіртке кешіп келмесін деңіз. Егіннен егін, шөптен шөп қалмасы анық. Жұртымыз аман, егініміз молынан болсын ағайын. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы арнаға тіркеліп жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.